тұтынушылардың құқықтарын қорғау заңның 14 бабында жаңа сіз айтып өткендей 2 апта, яғни 14 күн ішінде кез келген тауарды, егер ол қандай да бір параметрлары бойынша сол кісіге келмеген жағдайда, яғни тауарлық бет пішіні бұзылмаған жағдайда, яғни онда бұл тауарды жаңағы сатушы міндетті түрде қайтарып беруге міндетті. Алайда бұнда ескере кететін мән-жай, жаңағы тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңның 14 бабында, яғни тауарды қайтару мәселесі, бұл осы тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңның 30 бабында қарастырылған негіздер арқылы жүзеге асырылады. Яғни бұл 30 бап не деп айтып тұр? 30 бапта қандай тауарлар қайтарылмайтындығын ескерген жөн. Яғни ол жаңағы аптекадан сатып алынған дәрі-дәрмектер, сонымен қатар жаңағы ішкі киімдер, жануарлар, өсімдіктер, яғни тағы да, яғни осы Қазақстан Республикасының заңдарымен тыйым салынған, яғни қайтаруға заттарды, яғни қайтара алмаймыз. Сонымен қатар бұнда ескере кететін мән-жай, жаңағы тауарды қайтару барысында тауардың, тағы да қайталап өтейін, тауардың жалпы тауарлық бет пішіні бұзылмауы тиіс.